Индустриалдық инновациялық бағдарламаға сәйкес Қазақстанның мұнай-газ зауыттарының жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. Бүгін Астанада өткен 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумның салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан премьер-министр Серік Ахметов осылай деді. Бүгінде Қазэнерджи форумы қазақстандық және әлемдік энергетиканың өзекті мәселелері талқыланатын негізгі халықаралық алаңға айналып келеді. Себебі бұған дейін өткен мәжілістер осы шараның тиімділігін көрсетті. Мемлекет пен бизнес арасындағы байланыс күшейіп, Қазақстанның мұнай-газ кешенін тұрақты дамытуға қажетті алғы шарттар жасалды деді үкімет басшысы. Биылғы форум тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру мәселесіне арналады. Әлемнің 50 мемлекетінен келген делегаттар энергетика саласының дамуы және ғаламдық энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстанның рөлін талқылайды. Форумға қатысып жатқан сарапшы мамандар энергетика саласының даму болашағына көз жүгіртіп, оның алдағы 10 жылдық жоспарын жасауды қолға алмақ. Сондай-ақ Серік Ахметов Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңғыртудың арқасында жоғары сапалы бензинді өндіру көлемін 3 есе арттыруға болатынын айтты. В нефтегазовую отрасль республики приходят значительные инвестиции. 2013 жылы солтүстік Каспий жобасын іске қосу жоспарланып отыр. Бүгінде табиғи газды өндіру көлемі артып жатыр. Осыған орай Қарашығанақта жылына 5 миллиард текше метр газды өңдейтін зауыт салынатын болады. Ал Қазақстанның мұнай-газ зауыттарын жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізіледі. Сонымен қатар елбасымыздың Жасыл көпір әріптестік бағдарламасын бастағанын білесіздер. Энергетика мен ресурстың жаңа түрі жасыл энергетиканы дамытуға да бар күш-жігерімізді салуымыз керек.